зерттеу бөлімінің екінші бөліміне тоқталатын боламын. Психологияда сандық өлшемдер мәселесін алғаш шешуге деген талпыныс адамның сезіну күшін физикалық бірліктегі стимулмен байланыстыра отырып, адам организміне әсер ететін бірнеше заңды ашуға және қалыптастыруға әкелді. Фехнер-Стивенс заңдарын атауға болады. Онда физикалық стимул мен адамның сезінулерінің арасындағы байланыс анықталатын математикалық формула, сонымен бірге сезінудің салыстырмалы және абсолютті шектері анықталды. Сонымен психологияда зерттеу математика енгендіктен зерттеулер объективтілігін арттырып, психологияны практикалық мәні бар ғылымға айналдырды. Математика психологияға енгізуіне біртіндеп зерттеулердің көп рет жасауға болатын әдістерді талап етті, яғни процедура мен әдістердің стандартталу проблемасын шешуді қажет етті. Стандартталудың негізгі мәні мынада: екі адамның немесе бірнеше топтық психологиялық зерттеулердің нәтижелерін салыстырғанда қате аз болуын қамтамасыз ету үшін бірдей әдістерді, яғни сыртқы жағдайға қарамай бірдей психологиялық мінезді өлшейтін әдісті қолдану керек. Мұндай психологиялық әдістерге тесті жатқызамыз. Бұл әдіс жиі қолданылады бүгінгі күнге дейін. Ол психологиялық құбылысқа дәл және сапалы мінездеме бере алатындықтан, сонымен қатар адамның алдымен шешілуі қажет практикалық мәні бар нәтижелерді салыстыруға болатындықтан тиімді. Басқа әдістерге қарағанда тесттер мәліметтерді жинау мен және олардың өңдеуге психологиялық түсінуге болатындығы мен ажыратылады. Тесттердің де бірнеше нұсқасы бар. Олар сауал тесттер, тапсырма тесттер, жобалаушы тесттер. Сауал тесттер белгілі бір психологиялық мінездеменің бар болуын айқындалғандығы жайлы сенімді ақпарат алатын сұрақтарға зерттелушілердің жауабын талдау ретінде қалыптасты. Мұндай мінездеменің дамуы мазмұнына сай келе жауаптардың санына негізделеді. Тапсырма тест. Белгілі бір тапсырмаларды табысты орындау арқылы адамның психологиялық мінездемесін жайлы ақпарат алу. Мұндай тесттерді тапсырмалардың бірнешеуін орындау қажет. Орындалған тапсырма санынан ол адамдағы белгілі бір психологиялық сапаның бар немесе жоқ, сонымен қатар оның даму деңгейіне негізделме бола алады. Мидың даму деңгейін анықтайтын тесттердің көбі осы категорияға жатады. Тесттерді әзірлеуге талпынған адамдардың бірі Гальтон болды. 1822-1911 жылы. 1884 жылы Лондондағы халықаралық көрмеде Гальтон антропометриялық зертхана ұйымдастырады. Бұл зертханада бойының ұзындығын, салмағын, сезімталдықтың әр түрін, реакция уақытын және басқа да сенсометрлік қасиеттерді өлшеуден 9000-дай адам өткізілді. Гальтон ұсынған тесттер мен статистикалық ұсыныстар өмірдің практикалық мәселелерін шешу үшін кеңінен пайдаланылды. Бұл қолданбалы психологияның бастамасы еді. Соңынан бұл психотехника деген атқа ие болады. Бұл термин Кеттелдің ақыл-ой тесттері және өлшемдері мақаласында жарық көргеннен кейін ғалымдардың лексиконына енді. Кеттел бұл мақалада психология эксперимент пен өлшемдерге сүйенбейтін болса, физикалық ғылымдар секілді тұрақты және дәл ғылым бола алмайды. Көптеген адамдарға ақыл-ой тесттерін қолдану арқылы бұл салада алғашқы қадам жасауға болады. Мұның нәтижелерін психикалық процестердің тұрақтылығын, олардың өзара байланысын және әртүрлі жағдайын өзгертуін ашуды ғылыми бағалы болады деп жазды. 1905 жылы француз психологы бейне интеллекті бағалайтын бірінші тестті жасады. 20 ғасырдың басында француз үкіметі оқушыларды оқу деңгейіне қарай бөлу үшін бейнеге мектеп оқушыларына арналған интеллектуалды қабілетін шкаласын жасауды тапсырды. Сонымен көптеген ғалымдар тесттердің сериясын жасап шығарды. Олардың практикалық міндеттерді жедел шешуге бағытталған бұл психологиялық тесттердің кеңінен тарауына әкелді. Мысалы, Менстерберг кәсіби таңдап алуға арналған тесттер жасады. Олар бұлайша жасалады. Алдымен олар ерекше жетістікке жеткен бір топ жұмысшыларға, содан соң жаңадан жұмыс орнына келген бір топ жұмысшыларға, содан соң жаңадан жұмыс орнына келгендерге
жасап көреді. Бұл ой психикалық жұмысшылардың қызметін табысты орындау құрылымдарының тест кезінде зерттелушінің орындай алатын құрылымдарымен өзара байланыстығына негізделген. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде психологиялық тесттерді көптеп пайдаланды. Бұл кезде ақш соғысқа кірісуге дайындалып жатқан болатын. Бірақ соғысып жатқан жақтардағыдай қаруланбаған еді. Сондықтан соғысқа кіріспес бұрын 1917 жылы әскери биліктегілердің елдің ең ірі психологтары Трондайк, Еркске, Уйбулге психологияны әскери қызметке қолдану проблемасын шешіп беруді ұсынды. Америка психологиялық ассоциациясы мен университеттерді бұл бағытта жұмысты бастап та кетті. Ерксктің басшылығымен әр түрлі әскерлерге әскери қызметкер шақырылатындардың жарамдылығын интеллект бойынша жалпы тексеру үшін алғашқы топтық тесттер жасалды. Альфа әскери тесті сауаттылығы, бетта тесттің сауатсыздықтарға арналды. Бірінші тест бейненің балаларға арналған вербальды тесттеріне ұқсас болды. Екінші тест вербальды емес тапсырмалардан тұрды. 1.700.000 солдат және 40.000 офицер сыналды. Көрсеткіштер 7-ге бөлінді. Осыған орай жарамды деңгейде 7 топқа бөлінді. Бірінші 2 топқа міндеттерді орындау қабілеті жоғары және тиісті әскери оқу орындарына жіберілетін тұлғалар жиналды. Кейінгі 3 топ қабілет көрсеткіші орташа статистикалық тұлғалардан жиналған еді. Осы кезде Ресейде де психологиялық әдіс ретінде тесттер жасала бастады. Бұл бағыттың дамуы Лазурский, Бехтерев, Ластев, Лесгафтың есімдерімен байланысты. Тесттерді әзірлеуде Рассолимоның қосқан еңбегі зор. Оның есімі тек невролог дәрігер ғана емес, психолог ретінде де танымал еді. Жеке психикалық қасиеттерді анықтау үшін тұлға туралы толық көрініс беретін сандық бағалау әдісін әзірледі. Бұл әдіспен зейін қабылдаушылық, ерік, есте сақтау, ассоциациялық процестер, ойда суреттеу және ойлау 5 топқа бөлінетін 11 психикалық процесті бағалауға болады. Ғалымдар зерттеу әдісінің түрі тесті көп қолданып, бүгінгі күнге дейін өз қызметін көрсетіп келеді. Объективті мәліметтерден зерттелетін қасиет бөлініп, дұрыс бағаланатын жасанды жағдай жасалу негізделген эксперимент әдісінің көмегі арқылы алуға болады. Зерттелетін феноменнің басқа феномендердің себептік байланысы жайлы құбылыстың пайда болуын және даму ғылыми тұрғыда түсіндіретін басқа психологиялық әдістерге қарағанда эксперимент ең сенімдісі. Эксперименттің 2 түрі бар, зертханалық және табиғи. Олар бір-біріне эксперимент жүргізудегі жағдайлармен ажыратылады. Зертханалық эксперименттегі зерттелетін қасиет дұрыс бағаланатын жасанды жағдай жасалады. Табиғи эксперимент әдетте тұрмыстық жағдайға жасалады. Мұнда зерттеуші кіріспей жағдайларда сол күйіне жазып отырады. Табиғи экспериментті алғаш рет Лазурский қолдана бастады. Әрине, табиғи жағдайда алдымен өмірлік мінезіне сай келеді, бірақ табиғи жағдайда зерттеуші толық бақылау жүргізе алмайтындықтан оның нәтижесінің де болмауы да мүмкін. Осы тұрғыдан зертханалық дәл, ал табиғи өмірлік жағдайға сай келеді. Психологиялық әдістердің бірі модельдеу. Ол дербес әдіске жатады, ол басқа әдістерді қолдану қиындағанда ғана жүргізіледі. Олардың ерекшелігі белгілі бір психологиялық құбылыс жайлы ақпаратқа сүйенгендігіне, екінші жағынан оны қолданғанда сыналушы қатыспайды, немесе нақты жағдай есепке алынады. Сондықтан модельдеудің әртүрлі әдістерін объективті немесе субъективті әдістерге жатқызу қиын. Модельдер техникалық, логикалық, математикалық, кибернетикалық және тағы басқа болуы мүмкін. Математикалық модельдеуге ауыспалылардың өзара байланысы мен олардың қатысы, зерттелетін құбылыстардағы қайталанатын элементтер мен қатынастар көрсетіледі. Математикалық мән немесе формула қолданылады. Техникалық модельдеуде зерттеуді елестететін құрал немесе құрылғы жасалуы қажет. Кибернетикалық модельдеу информатика және кибернетикалық
саласының психологиялық міндеттерін шешуге пайдаланылады. Компьютер мен бағдарламалық қамтамасыз етудің дамуы SMM жұмыс істеу заңдылығын, психикалық құбылыстарын модельдеуге бастайды. Өйткені адамдардың ойлауда қолданатын операциялары міндеттерді шешудегі ойлау логикасы компьютерлік бағдарламасында жұмыс істеуіне жақын екен. Осындай зерттеулерге байланысты Миллер, Галантер, Прибам атты Америка ғалымдарының және Ресей психологы Веккердің есімдері белгілі. Көрсетілген әдістердің басқа психикалық құбылыстар зерттейтін басқа да әдістер де бар. Мысалы, әңгімелесу сауалнаманың бір нұсқасы. Сауалнамаға қарағанда әңгімелесу әдісі процедурасы жүргізудің еркіндігімен ерекшеленеді. Әдетте әңгімелесу жайлы жағдайда өтеді, ал сұрақ сыналушының жағдайы мен ерекшелігін қарай өзгеріп отырады. Басқа әдіске құжаттарды зерттеу әдісі немесе адамның қасиетін талдау әдісі жатады. Психикалық құбылыстарды зерттеу барысында әртүрлі әдістердің кешенді түрде қолданғаннан зерттеу тиімді болатынын ескерген жөн.